Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазіргі кезде трендті көрсек, екі қолды аспанға көтеріп, бірінші жасауға ұмтыламыз, яки қайталап жасауға мейлінше асықсамыз. Трендтің пайдалы яки пайдасыз тұстары бар. Сондай трендтердің бірі қазіргі уақытта үйлену тойы кезінде күйеу жігітке қыздың достары қыздың ашық түскен суреттерін беріп жатады. Одан гөрі ең дұрысы, тәрбиелі, мағынасы бар нәрселерді трендке айналдырғанымыз дұрыс деп есептеймін. Қазақ халқының өзіндік қалыптасқан ұлттық құндылықтары бар. Ұлттық құндылықтар бұл ата-бабамыздан мирас болып қалған тіліміз, дініміз, салт дәстүріміз, тарихымыз, рухани мұрамыз. Ал осы құндылықтар арқылы тәрбиеленген ұрпақ қана еліне, жеріне, ұлтына адал бола алады. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан өнегелі жолы бар. Батыр бабаларымыз ел үшін жанын қиған кезде, ақын жырауларымыз ұрпаққа ақыл айтып, өсиет айтқан кезде бәрінің түпкі мақсаты ұлттың болашағын сақтап қалу еді. Абай Құнанбайұлы бір өлеңінде былай дейді: атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң, қайда барып оңайын дейді. Адамилық және қазақилық құндылықтарымызды естен шығармайық, әрдайым сақтап жүрейік.